Қайырлы күн, білім алушы жастар. Бүгінгі сабағымыз түстану және колористика. Қайырлы күн, білім алушы жастар. Яғни бүгін біз бірінші дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің атауы түс туралы ғылым және түстану. Түс туралы ғылым дегеніміз не? Бірінші осы сұраққа жауап берейік. Түс туралы ғылым түстің табиғатын, пайда болуын, қабылдануын және қолданылуын зерттейтін кешенді ғылым саласы. Ол физика, физиология, психология, өнер және дизайн салаларымен тығыз байланысты. Түс туралы ғылымның негізгі мақсаты түстің физикалық сипаттамаларын, адамның оны қабылдау ерекшеліктерін және түс пайдаланудың практикалық аспектілерін анықтау. Бұл ғылым түстің пайда болатын, оның қасиеттерін, адам ағзасындағы әсерлерін және визуалды коммуникациядағы қолданылуын қамтиды. Түстану ұғымы және оның зерттеу аясы. Түстану түс туралы ғылымның негізгі бағыты. Ол түстің қасиеттерін, түс айырмаларын және олардың қолданылуын зерттейді. Ал зерттеу аясы түстің түс физикалық сипаттамаларын, түс қабылдау механизмдерін, түс терминологиясын және түс схемаларын қарастырады. Негізгі ұғымдар: түс спектрі, түс тондары, түс қанықтығы, жарықтық, түс гармониясы және түс контрасты сияқты ұғымдар түстанудың негізін құрайды. Түстің табиғаты үш қыры болады. Яғни физикалық қыры, физиологиялық қыр және психологиялық қыр. Физикалық қыр бұл түс, жарық сәулесінің толқын ұзындығының көрінетін спектрі. Көзге көрінетін толқын ұзындығы 380-780 нанометр аралығында орналасқан. Әрбір түс өзінің нақты толқын ұзындығымен сипатталады. Қызыл түс ең ұзын толқынмен, яғни 700-780 нанометр. Көк түс ең қысқа толқынмен 380-450 нанометрға сәйкес келеді. Физикалық қыр, яғни түс жарық толқындарының әртүрлі ұзындықтарын шағылуынан нәтижесінде пайда болады. Физиологиялық қыр түс қабылдау, көзге келетін жарық сәулесін тор қабықтағы фоторецепторлардың, конустар мен таяқшалардың түрлендіру процесі. Конустар үш түрлі болып келеді және әрқайсысы әр түрлі толқын ұзындығына сәйкес. Бұл механизм арқылы мозаикалық сурет құрылып түс ақпаратты миға жеткізеді. Физиологиялық қыры түс көздің тор қабығындағы таяқшалар мен сауытшалар арқылы қабылданатынын білеміз. Үшінші, психологиялық қыр түс психологиясы түстің адамның сезімдеріне, эмоцияларына және мінез құлық әрекетіне әсерін зерттейді. Әрбір түс әртүрлі психологиялық реакциялар тудырады. Мысалы, қызыл түс қозғалыс пен энергия, көк түс тыныштық пен сенімділікті білдіретінін білеміз. Психологиялық қыры бұл түс адамның эмоциясына, көңіл күйіне және қабылдауына әсер етеді. Түстің физикалық табиғаты. Жарық пен спектр. Түс бұл жарық энергиясының көзге көрінетін толық ұзындықтары. Күн сәулесі немесе жасанды жарық көздері бір қалыпты спектр шығарады. Бірақ
заттар оның белгілі бір бөліктерін жұтады немесе шағылдырады. Заттың түсі оның қандай толқын ұзындықтарын шағылдыратынына байланысты. Мысалы, қызыл алма қызыл түсті шағылдырып басқа түстерді жұтады. Демек, бұны 4 бөлікке бөлсек, жарық көзі затпен әрекеттесуі, шағылысу, қабылдау. Яғни жарық көзі жарық сәулесін шығарады. Затпен әрекеттесу, зат белгілі бір толқындарды жұтады. Ал шағылысу қалған толқындарды шағылысады, толқындармен шағылысады. Қабылдау, көз түсті қабылдайды. Келесі, түстану ғылымдар жүйесіндегі орны. Физика, физиология, түстану, психология, яғни дизайн, бейнелеу өнері сияқты 6 бөлікке бөлейік. Физика, түстің толқындар сипаттамалары. Физикалық. Физиология, түс қабылдау механизмі. Яғни түстану, жалпы теория және практика. Психология, түстің эмоционалды әсері. Ал дизайн, түс бейнелеу өнері, түс схемалар және гармония, түс композициялары. Яғни түстану бұл арқылы ғылым. Ол физика, физиология, психология және бейнелеу өнерінің деректерін біріктіреді. Ол түсті қасиеттерін зерттейді және олардың практикалық қолданылуын қарастырады. Түстанудың дизайн мен өнердегі маңызы. Дизайндағы рөлі, бейнелеу өнеріндегі маңызы. Дизайндағы рөлі, түс дизайнда түстану білімнің маңызы зор. Түстану білімнің маңызы зор. Түс схемаларын дұрыс таңдау өнімнің сапасын, қолжетімдігін және қолдаушы тәжірибесін анықтайды. Түс гармониясын құру құндылықтарды визуалды білдіреді. Навигация мен иерархияны басқару, маркетингтік мақсаттарға қол жеткізу. Бейнелеу өнеріндегі маңызы. Бейнелеу өнерінде түс композицияның негізгі элементі болып табылады. Ресейдегі және шетелдегі көркемөнер шеберлері түс теориясын шығармашылықта пайдаланған. Көркем әсерді жасау, композициялық тепе-теңдікті қамтамасыз ету, тематикалық тақырыптарды бейнелеу, эмоционалды тон беру. Түстану ғылымының қалыптасу тарихы. Антикалық дәуір. Яғни тарихы, түстану тарихы. Ежелгі дәуір, яғни 1-4 ғасырларда біздің заманымызға дейін философиялық тұжырымдар, ежелгі Грецияда философтар түсті табиғат, жарық пен заттардың қасиеті ретінде қарастырды. Пифагор мен Платон түсті гармония мен сандарға байланысты зерттеді. Ал Аристотель түсті судан, оттан, жерден, ауадан шығатын элементтердің араласу ретінде түсіндірді. Орта ғасыр, яғни 5-15 ғасырлар, түсті физиологиялық, түсті философиялық және химиялық талдау, түстерді қызыл, қызғылт, сары, көк және олардың аралық реңдер ретінде жіктеді. Ал химиктер түсті металдар мен химиялық қоспалар арқылы түсірді зерттеді. Христиан өнері витраждар мен иконаларды түс символизмін қолдану дамыды. Ренессанс дәуірі 15-17 ғасырлар. Гуманизм мен ғылымның даму. Леонардо да Винчи түсті жарықтың қасиеті мен адамның қабылдауына әсерін зерттеді.
Мысалы, көлеңкелер мен түстерді перспективада дұрыс көрсету үшін жарықтың әсерін талдады. Ал пигменттердің зерттелуі жаңа түсті бояулар өндірісі дамыды. Өнерде түсті үйлестіру теориясы пайда болды. 17-18 ғасырларда түстер ғылымының бастауы, яғни Исаак Ньютон, ақ жарықты призмамен өткізіп спектрге бөлді. Қызыл, сары, жасыл, көк, күлгін тағы басқа сияқты. Түсті ғылымда негізгі түстер және жарық спектр тұжырымын енгізді. Түстік шеңбердің алғашқы нұсқалары Ньютон түстерді дөңгелек схемаға орналастырып, аралық түстерді анықтады. 18-19 ғасырлар түстер психологиясы мен гармония теориясы. Йоганн Вольфганг, яғни түстер психологиясы бойынша еңбектер жазды. Адамның түсті қабылдауына көңіл бөлді. Жарық ғылымымен қатар адамның эмоционалдық реакциясын зерттеді. Түстерді классификациялау, пигменттер мен бояулар негізінде негізгі түстер және қосымша түстер жүйесі пайда болды. Арнайы түстік шеңберлер және схемалар өнер мен дизайнда қолданылды. Ал 20 ғасыр және қазіргі заман түсті ғылыми модельдер RGB, қызыл, жасыл, көк, яғни экранда сандық кескіндерде пайдаланатын түстер пайда бола бастады. Түс визуалды коммуникацияның негізгі құралы. Түстің құзыреті. Түс бұл ең бастапқы қабылдау сигналы. Түс арқылы адам заттарды және құбылыстарды тез ажыратады. Ал ақпараттық байланыс, яғни түс арқылы маңызды ақпарат беріледі. Мысалы, жол белгілерінде түс қауіпсіздік мәселелерін шешеді. Эмоцияларды әсер, яғни түс сезімдерді тудырады және эмоционалды реакцияларға әкеледі. Бұл визуалды коммуникацияның маңызды аспектісі. Брендтегі түс бренд идентификацияның негізгі элементі болып табылады. Әрбір компанияның өзіндік түс схемасы бар. Визуалды коммуникацияда түс тек әсемдік үшін ғана емес, сонымен қатар ақпаратты тиімді беру, қабылдау процесін жеңілдету және қажетті әрекетке бағыттау үшін қолданылады. Бақылау сұрақтары, яғни осы дәрістің бақылау сұрақтары: түс туралы ғылым нені зерттейді? Түстану пәні дегеніміз не? Түстің физикалық табиғатын түсіндіріңіз. Түстің физиологиялық қабылдауы қалай жүреді? Түс психологиясы нені зерттейді? Түстану ғылымының дизайндағы рөлі қандай? Жауабы, яғни түс туралы ғылымның нені зерттейді? Түстің табиғатын, қасиеттерін қабылдау, механизмдер және оның адам өміріндегі рөлін зерттейді. Түстану пәні дегеніміз не? Түстану түс туралы ғылымның негізгі бағыты. Ол түстің қасиеттерін, түс айырмаларын және олардың қолданылуын зерттейді. Түстердің физикалық табиғатын түсіндіріңіз дейді. Түс бұл жарық сәулесінің толық ұзындығының көрінетін спектрі. Көзге көрінетін толқын ұзындығы 380-780 нанометр аралығында орналасқан. Түстің физиологиялық қабылдауы қалай жүреді? Көзге келетін жарық сәулесін тор қабықтағы фоторецепторлар, яғни конустар мен таяқшалар қабылдайды және нерв жүйке импульстеріне түрлендіреді. Келесі, түс психологиясын зерттейді. Түстің адамның сезімдеріне, эмоцияларына және мінез-құлық әрекеттеріне әсерін зерттейді. Келесі, түстану ғылымының дизайндағы рөлі қандай? Түс схемаларын құру, гармонияны қамтамасыз ету, визуалды иерархияны басқару және маркетингтік
мақсаттарға қол жеткізу үшін қолданылады. Түс неге визуалды коммуникацияның негізгі құралы болып саналады? Түс ақпараттық және эмоционалды әсер және брендтеу үшін қолданылады. Жоғарыда айтқандай. Білім алушылардың өзіндік жұмыс үшін тапсырма: теориялық талдау, шығармашылық жұмыс және рефлексия. Теориялық талдауда төмендегі сұрақтарға жазбаша түрде жауап беріңіз. Әр сұраққа 5-7 сөйлем жеткілікті. Түс туралы ғылымның зерттеу нысаны қандай? Түстану пәні неліктен пәнаралық ғылым болып саналады? Түстің физикалық табиғаты дегеніміз не? Физиологиялық және психологиялық қабылдаудың айырмашылығын түсіндіріңіз. Яғни көлемі 1-1,5 бет болуы керек. Келесі шығармашылық жұмыс. Төмендегі нұсқалардың бірін таңдаңыз. А. 1 түске қызыл, көк, жасыл тағы басқа арналған визуалды коллаж жасап, оның психологиялық әсерін сипаттау. Келесі Ә. Белгілі бір эмоцияны, тыныштық, қуаныш, үрей, сенімділік түстер арқылы жеткізетін шағын композиция құрастыру. Б. Түстанудың дизайндағы рөлі туралы инфографика дайындау. Формат А4, яғни цифрлық. Қорғау, қысқаша ауызша түсіндірме. Рефлексия. Келесі рефлексия дегеніміз төмендегі сұраққа жауап жазыңыз. Неліктен түс визуалды коммуникацияның негізгі құралы болып саналады? Көлемі 5-7 сөйлем. Назарларыңызға рахмет.